Есімім Мүсіреп Сырым Еламанұлы. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық өнер университетінде оқимын. Мамандығым мүсінші. Ақтөбе қаласында туылдым. Жалпы өнерге келуімдегі ең алдымен сол туған жерін, жан тыныштығын тудырған сондай керемет бір ғаламаттың кереметі болды. Ата-аналарымның айтуы бойынша осы өнерге 3 жасымнан бастап келіппін. Яғни қағаз, қарындаш, далада жатқан балшықтан бастап жасай бастадым. Бір қызығы, мен мамандықты емес, мамандық бізді таңдады. Балық шағымда әлі есімде, мына талдың жапырақтарына дейін шұқып, бәрін қарап, зерттеп жүретінмін. Немен нені қосу керектігін, қандай одан бұйым шығару керектігін және де ерекше ойларды қалай жеткізе білуіме байланысты өмірдің әрбір сатыларының қосқан үлестері көп. Яғни өмірдің өзі бір философия, қайталанбайтын көзқарас, ал оны өнер адамдары көре біледі. Ал соны шығару ол өнер адамдарына басты құндылық. Яғни соның арқасында осы әлемде із қалдырмай ма? Солай емес пе? Ең ұнататын жануарларым бүркіт болды. Яғни қыран. Енді біздің қазағымыздың туында бар, ол киелі құс, сондай қаһарлы, рухты, тойтарыс, кез келген нәрсеге біле береді, өз орнын көреді, биіктікті ғана аңсаған және де әрдайым оған жету үстіндегі сондай қанаты талмайтын құс деп айтсам, артық айтпас едім. Осы өмірде қазіргі адам өмір сүрген өмірлерінің барлығы ол жаңа бағыт. Өйткені әр адам өзінше жаңа нәрсе қалдырады. Мәселе қалай қалдыруында және оны қалдыра аламы? Ең алдымен, яғни қандай шәкірт болмасын өзін көрсете білуі керек. Соның арқасында көзқарастар пайда болады. Басында бір қалыпта болды, көрсетіп жүрдік, жасап. Сосын артынша байқалды. Мұғалімдер потенциалды көре білді. Соның арқасында халықаралық, республикалық, әлемдік жарыстардың сол лауреаттары, тағы да басқа жүлделер алдық бірнеше. Бұл көрме ең алғаш ұйымдастырылып жатқан көрмем болғандықтан ойымнан шықты осындай бір көрме құрастырып жүрсем деп. Тақырыбы барлық идея жағынан бірінші келе қойған жоқ. Атында көрме барысында ойлап таптым. Жаңа бастау. Өмірлік жаңа бастау, сосын шығармашылық жаңа бастау. Өнерді көрсету барысында сахна керек, өнер адамдарына алаң керек. Сол алаң, яғни тегін түрде жүргізілді. Енді көрмені ұйымдастыру барысында көбінесе өз күшіме сенуге тура келді. 1 жыл көлемінде осы көрмені дайындап, оның әрбір шығармаларына ерекше мән беріп, халық айтады, суретшілер өзінің заманынан алда ойлайды деп. Соған келсем, өйткені тарих дамудан тұрады, оны дағдыға салу, алдыңғы уақытты көре білу, яғни қазіргімен байланыстыру, оның бәрі ойдың арқасы. Бұндағы басты мақсатым энергетика алмасуында. Менің жеткізейін дегенім рухани құндылықтың жоғарғылығын көрсету, материалдық құндылық арқылы. Яғни адам жаны бұл материализацияға бағынбайды бұнда. Яғни алдымен өнер туындыларында рухты көреді, жанды көреді, сезім. Содан соң барып материалдық бағыт жүреді. Ал негізінде оның ішінде ол үлкен бір сөзбен айтып жеткізе алмайтын, өнер адамдары сезіне білетін, көре білетін, қолданып жүрген үлкен рухани құндылық. Өмір өтпелі. Ал бұнда бір өнер арқылы із қалдыру ол енді әркімге де бұйыра бермейтін шығар. Өнер адамдарының өздері куә. Ең алдымен ол осы өмірдегі қалдырған мұраларың, өшпес аттарың, адам игілігіне жұмсаған күшің, сол маңызды деп білемін.
өмірде жақсы көретін нәрсем түстер. Төс, форма. Жанның, табиғаттың әдемілігі солмен құрастырылады. Мәселе өмірде қандай түсті араластыра білуіңізде. Алдымен Құдайдың өзі адамға береді, ал адам игере алуына байланысты. Мәселе сіз қандай түс таңдайсыз. Мақсатқа жету жолындағы қиындықтар бар ма? Бәрі де шытырман. Ол қиындықтар негізі мүмкіндіктер. Ал көбісі шатастырады. Қиындықтың болған жақсы. Сіз сондай шытырман оқиғаларға, сондай әрбір жолдарға қызықты сізге ұсынып тұрған мүмкіндіктерді сіз қалай атайсыз, соған байланысты. Әр сағаттарыңыз, минуттарыңыз, тіпті секундтың өзінде үлкен мүмкіндік бар. Оның бәрі өмір. Бақыт деген отбасым, қоршаған ортам, өнерім, барлық. Адам өзі не көреді, не істейді, оның барлығы бақыт. Өйткені бақыт ол адам. Адам өзі құрастырады бақытты. Және де адам құрастырған нәрсесін бақыт деп санайды. Оның ойынша өзінің құрастырған нәрсесі оған бақыт. Бақыт деген сол.